Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге екі дос аңыз әңгімесін оқып беретін боламын. Ал ендеше тыңдаймыз. Бір ауылда Арман және Сауран деген екі дос тұрыпты. Бір күні олар бірге отырып, ұлы ерліктер жасау туралы армандайды. Соның арқасында есімдеріміз ғасырлар бойы жоғалмайды деп отырғанда көрші сырқат әр қартаң әйел оларға су әкеп беруін өтінеді. Арман: маңызды іспен айналысып отырмын, ұсақ түйекпен айналысуға уақытым жоқ, дейді. Ал Сауран болса үнсіз орнынан тұрады да су әкеліп береді. Содан соң көмек беру үшін күнде кедей әйелдің үйіне баратын болыпты. Тағы бірде достар төбе басында отырса, оларға қайыршы қария келеді де, олардан тамақ сұрайды. «Бөгет жасама», дейді Арман. «Сен бар болғаның қайыршы қариясың. Ал мен болсам, жарық дүниедегі адамдардың бәріне қалай тамақтандыруды ойлап отырмын». Ал оның досы сол жерден орнынан тұрып, киіз үйден күлше нан әкеліп береді. Қария Сауранға алғысын айтады да былай дейді: «Қалтасы тесік жан ғана қайыршы емес. Кімнің жан дүниесі бос болса, сол қайыршы. Өзі туралы ойлаған адам ұлы емес. Айналасындағыларға көп жақсылық жасаған адам ғана ұлы бола алады». Сірә Арман сияқты жігіт қайдағы бір қаңғыбастың сөзін тыңдаушы ма еді? 10 күн бойы қайткенде жақсы және ұлы адам болатыны, қайырымдылығы мен қамқорлығына қалай алғыс білдіретіні жайында айтумен болды. Ал Сауранның бос сөйлеп уақыт кетіруге мұршасы болмады. Ол қарттар мен ауруларға көмектесті, әлсіздерді жұбатты. Уақыт өтіп жатты. Достарының біреуі мылжың, сараң болды. Ал екіншісі өзінің жастығына қарамастан ауылдағы ең сыйлы адамдардың бірі болды. Қайырымды да ақылды жас жігіттің даңқы алысқа тартады. Адамдар тіпті оның құрметіне орай бір тауды соның атымен атаған дейді. Ал екіншісі туралы ешкімнің еске алмағанына көп уақыт өтіпті. Егер де балалар, бұл аңыз әңгіме сендерге ұнаса, менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.